жалқаулықтан құтылудың жалғыз жолы қандай? Қазір сіз осы видеоны көрмейсіз, соңына дейін, өйткені сіз жалқаусыз деп айтуға бола ма? Жоқ, әрине болмайды. Егер сізге білім керек болса, сіз бұл видеоны соңына дейін қарап шығасыздар, және де бұл жерден сіздер жай ғана қарап отырмайсыздар, бір нәрсе өзіңізге алып кететін болсыздар. Себебі қазіргі көптеген нейробиология, психология ғалымдарының өзі осы миды қайта программалау керек. Себебі барлығы жалқаулық деген барлығы біздің санамызда жатыр. Біз оны өзімізше қабылдаймыз, сол өзімізше жатамыз, немесе тағы бір нәрсе істегіміз келіп тұрады. Немесе вообще түк те істегіміз келмейді. Сондықтан барлығын қайта программалау керек. Мидағы нейрондардың байланысын, керек емес нейрондарды жойып, қайтадан нейрондар байланысын бізге орнату керек. Сондықтан қазір көптеген видеоларда, көптеген YouTube каналдарында жалқаулықты қалай жеңу керек туралы бірнеше инструкция айтылған, бірақ олардың барлығы жалқаулықпен күрескен кезде соның өзінде де жалқаулық жеңілмейді. Себебі жалқаулық деген ол біздің үлкен бейсанамыз, ал санамыз ол кішкентай ғана. Біз саналы ой ойлауымыз ол тек кішкентай бөлік қана болып келеді. Сондықтан бейсана мен сана деген өте үлкен заттар бар. Ол біздің миымызда, оның қалыптасуына бізде 100 000 жыл кеткен болатын. Сондықтан бейсана ол біздің энергиямызды сақтау үшін, бізді тәнімізді және миымыздағы энергияны сақтау үшін өзі сол қорғанады. Соны біз жалқаулық деп атаймыз. Енді біз не істейміз? Осы жалқаулықты біз шанс жоқ деп ойлайтын шығарсыздар. Қазір өйткені бейсана ол мидан гөрі өте қатты үлкен болып келеді. Және де біз бейсаналы түрде, автоматты түрде деген сөз, кез келген затты соны орындай саламыз. Одан өмірден көптеген примерлар келтіруге болады. Бірақ енді осы жалқаулықтан құтылудың бірақ жолы ол өзіңді қайтадан программалау керек. Осы өмірдің мәні барлығы еңбекте деп ойлау керек. Сол кезде өсіп, өзімізге жаңа сенім, жаңа ұстаным ұялтып алсақ, соны қайтадан біз іс-әрекетке айналдырамыз. Іс-әрекеттен кейін ары қарай бізде әдет қалыптасады. Әдеттен кейін бізде осындай мінез қалыптасып, біз жалқаулана бастаған кезде өмірдің мәні еңбекте екен деп қайтадан өзіміз қимылдай бастаймыз. Мен өзім осы методиканы қолдандым, және де қазір күні бойы тынбай 1 минутымды да бекер кетірмей өзім еңбек істеймін. Сондықтан сіздерге өстіп кішігірім болса да сіздерге бір нәрсе айтайын дегенім, ол қайтадан өздеріңізді, бірінші ойларыңызды түзеңіздер. Мына қазір ағашты көріп тұрғандарыңыздай, ол барлығы ойдан басталады. Ойдан, содан кейін сенім, эмоция қалыптасады, содан кейін іс-әрекет, әдет қалыптасады, содан кейін ана жердегі жемістер ол сіздің нәтижеңіз. Сонда барлығы ойдан басталмақ. Егер сізде жақсы ой болса, онда сізде жақсы іс-әрекет, сіздің ниетіңіз жақсы болады. Сол кезде сіздің өстіп айналған тағдырыңыз да жақсы болмақ. Сондықтан барлығы ойдан басталады екен. Яғни біз жалқаулықпен күрессек те, біз оған бекер энергия кетіреміз. Содан кейін жалқаулықпен мүлдем құтылмайтын қиын жағдай болып кетеді. Сондықтан жалқаулықтан құтылудың жалғыз жолы деген осы. Сізге айтарым осы, егер осындай видеолар сіздерді қызықтырып отырса, лайк басыңыздар, комментарий жазып кетіңіздер. Және де алда тағы да осындай керемет видеолар сіздерді тосып тұр. Сондықтан астындағы қызыл кнопканы сұрға ауыстырып, мына жердегі колокольчикті баса қойыңыздар. Онда келесі кездескенше сәттілік.